Сәлем достар, барлығы сүйіп жейтін, өте әдемі, дастарханның көркін ашып тұратын, өте тойымды, 5 түрлі тамақты бар жоғы 2 сағатта дайындауды көрсетемін. Бізде ыстық тамаққа тауық еті болады, ол өте нәзік және сулы болып піседі, және менің рецептім бойынша 20 минутта самса жасаймыз. Өте тойымды қатпарлы қамырдан рулет жасаймыз. Пісіруді қажет етпейтін десерт немесе торт және салат жасаймыз. Алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін менде магgi приправасы дайын сарымсақпен, және сіздер тауыққа арналған приправаларды сарымсақты алсаңыздар болады. Оған майонез қосамыз және су қосамыз. Майонез бен суды дәмдеуіштермен бірге араластырып аламыз. Осындай қоюлықта болу керек. Енді оны тауық етінің барлық жеріне кетіндей етіп, жақсылап жағып шығамыз. Приправаларды жағып болды, енді маринадтауға 1 сағаттай уақыт қалып қоямыз. Егер сіздің уақытыңыз болса, одан да ұзақ уақыт қалып қойсаңыз тіптен жақсы болады. Енді пісіруді қажет етпейтін десерт жасаймыз. Ол үшін кез келген печенье және крем керек болады. Менде сливки мен творожный сырдан жасалған ыдысты пищевой пленкамен қаптап аламыз, және сүт керек болады. Печеньені сүтке батырып аламыз. Ыдыстың формасына қарай орналастырамыз, немесе 4 бұрышты ыдыс алсаңыздар да болады. Және кез келген крем жасауға болады, қаймақпен қантты араластыруға да болады. Неге осылай бір қатар қойып алдым, және бір қатар крем жағып, үстіне печенье қойып, осылай 3-4 қатар бойы қайталаймыз. Осындай крем қалған кезде мен 5 қатар жасап болдым, және оны кремді алып қалдым. Енді пленкамен бетін жауып, бөлме температурасына 2 сағат уақытқа алып қоямыз. 2 сағатта өте жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте біз самса жасайтын боламыз. Бұл менің авторлық самсам десем де болады, өйткені бұл бар жоғы 20 минутта өте дәмді болып, және қамыры песочный қамыр сияқты, бірақ жұмыртқасы жасалады. Ұнға тұз саламыз, және тоңазғыштан алынған майды салып үгітіп аламыз. Үгітіп алғаннан кейін айранның көмегімен өте жұмсақ қамыр илеміз, және 10 минутқа алып қоямыз. Бұл аралықта тартылған ет пен пиязды өте ұсақтап турап, салмасын дайындап аламыз. Тұзбен, қарабұрышпен араластырамыз. 10 минуттан кейін екіге бөліп, домалақтап жайып аламыз, және оны бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде самсаның қалаған көлеміне қарай бөлсеңіздер болады, үлкен немесе кіші қылып. Енді оны домалақтап жая береміз. Жаю барысында ұнды қажет етпейді, қамырымыздың құрамында май болғандықтан. Неге тым жұқа қылмаймыз? Қалыңдау қамыр қылып жайып аламыз да, ортасына салманы, яғни фарш пен пиязды тұз араластырып саламыз. 3 бұрыш немесе видеода көрсетілгендей формада түйсеңіздер болады. Осы формада өте әдемі болып көрінеді самсаларыңыз. Табаны майламай самсаларды салып аламыз, және бетіне жұмыртқа, күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады.
250 градуста қызып тұрған пеште 20 минут аралығында осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі біздің отбасымыздың ең сүйікті рулеттерінің бірі шұжық пен қатпарлы қамырдан рулет жасаймыз. Бұл рулетті жасап көрсеңіздер, сіздерді өзіне ғашық ететін рулет болып шығады. Алдын ала біз қатпарлы қамырды шығарып қоюымыз керек, және оның жартысын алдымен көлденеңнен жаямыз және тым жұқа қылмаймыз достар. Егер тым жұқа болса, қатпарлы рулеттеріміз қатып қалуы мүмкін, сол үшін қалыңдау алған дұрыс. Енді бізге көбейтіп туралған ірімшік, кептірілген шұжық және майонез керек болады. Осылардың барлығын араластырып салмасын дайындап аламыз. Менде ірімшіктің орнына сулугуни, бүгін кез келген ірімшікті алсаңыздар да болады. Осылайша қамырдың бетіне салып, жайғастырып, рулет қылып, бос қылып ораймыз және оны арасы 2 сантиметрде болатындай етіп кесіп аламыз. Табамызға салып, бетіне жұмыртқа жағып, пеште 220 градуста 20-25 минут аралығында осылайша қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл жерде өзіңіздің духовкаңыздың жұмыс жасауына барлығы байланысты. Мінекей, өте керемет, тойымды, әдемі рулет болып шығады. Жасап көріңіздер осы рулетті міндетті түрде. Және ең оңай, жеңіл салаттардың бірін дайындаймыз. Алдымен шұжықты, кептірілген шұжықмен де осылай көбейтіп турап алып, ыдысқа саламыз. Қасына консервіленген кукуруза салдым. Және қызанақты да осылай көбейтіп тураймыз. Барлығын бір формада тураймыз. Қиярды да солай турап саламыз. Және қайнаған жұмыртқаны да саламыз. Менде 2 жұмыртқа және өте кіші размерде. Арасына осылай майонезді жағып шығамыз. Осымен салатымыз дайын. Енді тауық етін пешке салып пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен пісіруге арналған пакет алдым және оған картошка қасынан турап салдым. Осы пісіруге арналған пакетке салып, байлап салсаңыздар, пеште өте жұмсақ болып, қатып қалмай, күйіп кетпей, нәзік және сулы, сочный болып шығады еттеріміз. Осындай рукавпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Пеште 1 сағат 20 минутта менде 180 градуста асықпай пісіріп алдым. Согы өте көп, қараңыздар, және қызарып, төбесі әдемі болып пісіп шықты. Бұның піскенін біз еттің арасына вилка немесе пышақты көрген кезде етіміздің арасынан қызыл емес, ақ согы шығу керек. Мінекей осылай еттері аппақ болып тұру керек. Мінекей осы арада біздің торттың орнын басатын десертіміз дайын болды. Енді оны ыдысқа салып, сыртына пленкасын алып тастаймыз және қалған креммен осылай әсемдеп, бетіне немесе еріген шоколад жасаңыздар да болады. Мен кокос септім. Және осылай домалақтап ыдысқа салып дастарханға тарттым. Мен осы кезде осы десерттің печеньеден жасалған ешкімде, сіздің қонағыңыздың ешкімде байқамайды, өйткені бұл нағыз торттың орнын басып тұрады. Неше түрлі торттың кусоктарының формасын жасап берсеңіздер де болады. Мінекей достар, бар жоғы 2 сағатта өте әдемі болып дастарханның көркін ашып тұратын, келген қонақтарыңыздың барлығына ұнайтын, тойымды және артық еш нәрсесі жоқ, жеңіл, қолдан келетін тамақтар жасадық. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.